Барлықтарына сәлем достар, сіздермен бірге мен Микос. Бүгінгі видеосындағы Free Fire'ды не үшін тастап кеткенімді жайлататын боламын. Ендеше видеомызды бастаймыз, кеттік. Free Fire дегенде көзімізге бірден ерекше түсетін ойын, сүйкімді, өзімізге сүйікті ойын. Free Fire'ды соңғы уақытта идеологда шығып жатыр деп жатыр. Бірақ маған бұл қызықты емес. Мен және де сол үшін тастаған жоқпын. Маған ең жаман болғаны Питва трафикқа снайпер қосты, осы сенкеден өтеді. Ең жаман болғаны біраз нәрсе қосты. Шынайы өмірге жарасымды емес. Сол себепті мен Free Fire'ды тастадым. Free Fire негізі мен басында қойғым келіп жүрді. Бірақ Free Fire'ды айтайын сендерге бірдестен қоя алмайсыңдар. Мысалы мен күнде 2-1 рет кіріп жүрдім қоям дегеннің өзінде. Ақыры мен көп көрмеге кеткен соң бан алып қалдым. Соның арқасында мен Free Fire'ды босадым. Және де менің әр нәрсеге кіруге, социальный сеттерге кіруге, ютубқа видео түсіруге барлығына қолым тие бастады. Бірақ PUBG-ні бастырмай жатыпты. PUBG-ні біраз ойнадым. PUBG-ді тастадым, но телефонымда бар. Call of Duty'ді ойнадым, бір аптадан тастадым. Короче, достар, сендер мысалы PUBG-ні бірінші басында бастасаң, PUBG-ні ойнап кетесің. Егер Free Fire'ды бастасаң, Free Fire'ды ғана қызығып кетесің. Қалғандардың түсіне алмайсың. Адамдар бар, бірақ екеуін бірдей алып жүре алады. Бірақ мен алып жүре алмаймын. Және де Free Fire неше түрлі идеолдар шығарып жатыр деп айтады. Азамды сол идеолдың кесірін Free Fire'ды удалить еткен болатын. Және де бұл идеолдарға бар екеніне мен негізі сенемін. Арабтармен конфликт болған, біраз нәрсе болған. Сол себепті мен идеолдар қосқан. Идеолдар емес, арабша жазулар. Ал ана адамдардың суреттерін қоссы келсек, ол бір жағынан өздері әдейі салынған, бір жағынан байқамай, текстураның суретін байқамай салғанға ұқсайды. Бірақ көп проценті қолмен салынғанға көрінеді, ұқсайды. Себебі әркім ондай сәйкестік бола бермейді. Әр жерде ондай сәйкестік болмайды. Және де текстуралардың кейбірін аса тізсең, ондай идеолдар толып жатыр. Мысалы, админдер ғана кіре алатын текстуралар болады, барлығына кіріп шығып жүретінше, видео наведение қысып төбеден жүретін. Солардың ішінен бір-екеуі тапқан болатын, бірақ оның скринмен қазір жоқ, баяда болған. Және де айтатын сөз, сендер осы видеоны қарап отырсаңдар, астына уберите символы деп хэштегпен жазып кетің. Немесе символды алып таста деп жазып кетің. Қараңдар, мысалы мен видеомды қарап отырсаңдар, төбеде хэш уберите символы деп тұтты ғой. Соны басында да басқасында көрінді. Немесе соны қайталап копировать етпесін деді, әшейін комментта жазып кетіңдер. Сол сендермен болған мен Микос. Сау болыңдар достар. Сау оқыңдар дейсім, сау болыңдар. Давайте.